Бірде Нұрмат пен Мұхтар екеуі, айтыскер ақындар екеуі келеді, ГАИ тоқтат, машинамен келатқан ғой. Сонымен ГАИ қызметкері келіп, құжаттарын сұрап, құжаттарын қарап жатыр дейді да. Ей, сіз 86 жылғы екенсіз ғой, мен сіз 76 жылғы екенде қалдым деген ғой. Үлкен көрінесіз деп. Мұхтар айтады дейді. 86 жыл ғой, бірақ жаңа сізді көрген бетте 10 жылға қартайып кетті деп айтады дейді. Ондай әңгімелер көп қой, негізі айтыскерлердің арасында. Балғынбек Имашевпен де болған ғой сондай шаруа. Балғынбек Талдықорғаннан келе жатады Алматыға бір шаруамен. Сонда жаңа көліктің жылдамдығын қатты асырып берген болу керек. Заулап бара жатса, бәкеңді жаңағы май қызметкері, қазақша айтқанда күтіп алады ғой. Содан кейін құжаттарын бәрін қолына алып май қызметкері жолда 80 деген знак тұр ғой, соны көрмей қалдыңыз ба десе, бәкең саспастан айтады дейді. Жоқ, знакты көрдім ғой, просто сізді көрмей қалдым деп айтады.